Қайырлы күн қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен дәмі ерекше духовкада пісетін балықтың түрімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, керемет болып шықты. Енді мен балықты дәл осы әдіспен дайындайтын боламын. Сол себептен видеомды соңына дейін көріп тамашалаңыздар. Ең алдымен балықтың маринатын дайындаймыз. Маған бұл рецептің маринаты өте қатты ұнады. 4 ас қасық сұйық майымызды құйып алып, сұйық майымыздың үстіне 1 шай қасық тәтті паприкамызды салып, үстіне қара бұрышымызды және 1 шай қасық толтырмай тұзымызды саламыз. Бізде ерекше дәм кіргізетін балықтың дәмдеуішінен 2 ас қасық қосып, барлығын жақсылап араластырамыз, тұзы барлығы еру үшін. Барлық дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің маринатымыз дайын болды. Кез келген балық түрімен жасауға болады. Менде бұл сазан балығы деп аталады. Барлығын жақсылап турап, осылай бөлшектерге бөліп алдым. Ыдысымызға фольга қағазын төсеп, үстіне майымызды жағып аламыз. Дөңгелекше туралған пияздарымыздың барлығын астында біртіндеп осылай орналастырып шығамыз. Пиязымыздың бір шетіне балығымызды орналастырып, жаңа дайындаған маринатымызды балықтың барлық жеріне жеткізіп, сіңдіріп, жағып шығамыз. Сүйікті көрермендерім, менің каналымның өсіп өркендеуіне өз үлестеріңізді қосып, осы видеомның астына пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Және де апта сайын сіздермен сәтті рецепттермен, дәмді тағамдармен бөлісіп отыратын боламын. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Менің видеоларым сіздерге бірінші көріну үшін міндетті түрде қоңырауша батырмасын басыңыздар. Енді бізге 5 дана орта картопымызды барлығын дөңгелекше қылып турап аламыз. Үстіне дәмдеуіштерден бұрыш, әмбебап приправасы, паприка, дәміне қарай тұзымызды, бұрышымыздың барлығын қосып араластырамыз. Сіздер бұл жерде сәбіз қоссаңыздар болады. Менің балаларым ұнатпағандықтан мен сәбіз қоспадым. Және де үстіне 1 ас қасық сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған картопымызды балықтың бір шетіне жайып орналастыратын боламыз. Және де балықтың арасына біз сарымсақтарымызды қойып шығамыз. Дәмі, иісі өте ерекше болып шығады. Сарымсақтарымыздың барлығын орналастырып, балықтың ішіне туралған пиязымызды саламыз. Осы кезде пешімізді дайындаймыз. 200-220 градуста қызып тұрған пешімізге қазір балығымызды салатын боламыз. Үстіне майдалап туралған укроптарымызды сеуіп, бетін ауа кірместей қылып, фольгамен бекітетін боламыз. Бетін жауып 20 минутқа ғана пешімізге салып пісіріп аламыз.
Мінекей біздің балығымыз 20 минутқа пешімізге кіріп шықты. Енді фольгамызды алып, тағы 20 минутқа пешімізге пісіріп алатын боламыз. Бас аяғы 40 минутта пісетін біздің балығымыз өте керемет, дәмі ауызда қалатыны сөзсіз. Сол себептен сіздерде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің видеомды соңына дейін көріп тамашалағаныңызға алғысым шексіз.